Сәлем, Руханият каналына қош келдіңіз. Сізбен Арайлы Далияловна, педагогика психология ғылымдарының магистрі, докторант, еңбек өтілі 15 жылдан астам. Өзім қазіргі күнде 4 баланың анасымын, және қарастырып жүрген мәселем балалардың тәрбиесі. Қазіргі таңдағы бір өзекті мәселелердің бірі, себебі қазір бір фетиш ол баланы дамыту, баланы оқыту, қосымшаларға қатыстыру, факультативтарға қатыстыру, бос уақытының болмауы деген сияқты мәселелер көп болып жатыр, талқыланып жатыр. Сондықтан да осы мәселелерде талдап, түсіндіріп, кәсіби маман ретінде түсіндіріп, түрлі дайын техникаларды беруге әзірмін. Діттеген мақсатым болашақта тек қазақ елінің ғана емес, әлемді бағындыратын ұрпақ тәрбиелеу. Жалпы тұлға қалыптасу барысында 3 негізден құралады. Ол тән, жан және рух. Маслоудың пирамидасына, құндылықтар пирамидасына көз салатын болсақ, бірінші мәселе ол физиологиялық тұрғыдан қамтылуы, тұлғаның физиологиялық тұрғыдан қамтылуы, яғни оның тамағының тоқ болуы, қарны ашпауы, одан кейін ұйқысының қанық болуы, яғни толық тән қажеттіліктері қалыптасқаннан кейін барып адам жан мәселесіне көңіл аудара бастайды. Қазіргі кезде қазақ еліндегі мәселелердің бірі осы жан мәселесі болып жатыр. Қазір біз дамудың 2-ші деңгейінде жүрміз. Себебі қазіргі кезде көптеген семинарлар, коучинг, менторство деген мәселелер көп дамып кетті. Соған байланысты біз қазір 2-ші деңгейдеміз. Ал менің бағытым ол 3-ші деңгей, ол адамның рухын қалыптастыру. Яғни рухы биік тұлғалар ол өзінің мақсатын анық түсінетін және де соған жетуге мотивациясы нық болатын тұлғалар. Олай болса, Руханият каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарымызда сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Түрлі сауалдар келіп жатады Инстаграм парақшама дайректке. Сол сұрақтарды жеке-жеке талқылайтын боламын. Сондай-ақ каналдың ішінде сіздер нақыл сөздермен, ұмыт қалған дәстүрлермен, салттармен, сондай-ақ тағы да дәл сіздің бір шеше алмай жүрген проблемаңыздың жауап түйінін шешетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Құрметпен, Арайлы Далияловна.